Сәлем, сіздермен бірге Жатсая драма. Мен бүгінгі шығарылымда сіздерге 2019 жылы жарық көрген кореялық Оскар сыйлығына ие болған «Паразиты» фильмін қысқаша баяндайтын боламын. Кореяның астанасы Сеул қаласында Ким отбасы жартылай жертөледе өмір сүріп жатты. Олардың тұрмыстық жағдайы өте нашар еді. Отағасы Ким Кытек, жұбайы Чонсук және олардың екі ересек балдары бар. Ұлдары Кибун, қыздары Киджон. Ешқайсысының тұрақты жұмыстары жоқ еді. Олар пицца коробкасын бүктеу арқылы өздерінің күндерін көріп жатты. Интернетке ақшалары жоқтықтан көршілердің Wi-Fi-ын ұрлау арқылы пайдаланатын. Өздерінің жұмысы жоқтығын олар жұмыссыздыққа, барлық қалада, елде жұмыссыздық салдарынан деп ойлайтын. Бір күні олардың үйіне Кибудың досы Минхёк келеді. Ол өзінің осы үйге келетін білген атасы Кибуға мына тастың сәттілік әкелетін тасты сыйлыққа беріп жібергенін айтады. Сөйтіп достар далаға шығып әңгімелесу барысында досы Минхёк жұмыс барысымен шетелге кететін және өзінің орнына досын жұмысқа ұсынылғанын айтады. Досы Минхёк бай отбасының қызына ағылшын пәнінен сабақ береді екен, ал Кибу болса өзінің дипломы жоқ екенін айтқан кезде қазіргі таңда жалған диплом жасап алу қиын емес екенін айтады. Ал сенің дипломы бар адамдардан қарағанда білімің өте жоғары деп досы мақтағаннан кейін Кибу келісіп, өзінің әпкесі Киджонның көмегімен жалған диплом жасап алады. Сөйтіп Кибу жалған құжаттарын алып, әлгі бай отбасының үйіне жол тартады. Үйге келгеннен кейін осындай зәулім сарайдай үйдің сұлулығына таң қалады. Өзін үй қызметшісі Мугван қарсы алып алып, қазір ханымды шақырам дейді. Үйдің иесі Пак ханыммен өзін Кевин деп таныстырады. Сөйтіп Пак ханым оның жалған құжаттарына мән бермей, Минхёк айтса, мен сізге сенемін деп. Сөйтіп өзінің қызымен Даямен таныстырып, бүгін бірінші сабақтарын бастап кетеді. Сабақ барысында қобалжып отқан Даяға өзінің емтиханды қалай жақсы тапсыру керек туралы кеңестерін беріп, қыздың жүрегін жаулап алады. Бірінші сабақ аяқталғаннан кейін Пак ханымға Кевин ұнап, оны жұмысқа алатындығын айтып, оған жалақысын ұсынады. Осы кезде жоғарыдан оның ұлы Дасонг түсіп ойнап жүреді. Кевин қайтар кезде қабырғада ілініп тұрған баласының салған суретінде назар аударып, бұның таланты бар екенін айтып, және де өзінің осы суретші танысы бар екен, оның балалармен жақсы тіл табысатын, ақшта оқып келген танысы бар екенін айтады. Ал бұл сөзге елең еткен Пак ханым ол танысын ертең әкеліп менімен таныстыршы деп өтінеді. Кевин жарайды деп үйден шығып кетеді. Кевиннің айтқан суретші маманы өзінің әпкесі Киджон болатын. Келесі күні әпкесін ертіп Пак ханымның үйіне алып келеді. Бұл мен сізге айтқан өте өзінің маманы Джессика деп таныстырады. Джессика мен Кевин бір-біріне әріптес ретінде қарайды. Джессиканың жалған құжаттарына алданып, Пак ханым оны өзінің ұлы Дасонгпен таныстырып, оны жұмысқа аламын деп шешеді. Ал бір көргеннен Кевинді ұнатқан Дая екінші сабақта оған одан әрі жақындай түседі. Дасонгпен аз уақытта тіл табысып, оны өз айтқанына көндіріп алған Джессика Пак ханымға ұнап қалады. Бірінші сабақ аяқталып, Джессика үйіне қайтайын деп жатқан кезде үйдің иесі Пак мырза келеді. Ал әйелі бұл біздің жаңа оқытушы деп күйеуімен таныстырады. Пак мырза кеш болып кеткенін ескеріп, өзінің жүргізушісіне оны үйіне апарып тастауын өтінеді. Жолда жүргізуші, сіз қай жерде тұрасыз, үйіңізге жеткізіп салайын деген кезде, жоқ рахмет, мен жарты жолдан түсіре салыңыз деп. Кетер кезде басына керемет идея келіп, өзінің іш киімін шешіп, көлікке тастап кетеді. Ким отбасы тамақтанып отырған кезде қыздары кеше түнде көлікке керемет сыйлық тастап кеткенін айтып отырады. Сөйтіп, келесі күні Пак мырза көлікте келе жатып, өзінің көлігінің артынан қыздың іш киімін тауып алады да, болған жайтты өзінің әйеліне келіп айтады. Сен не біздің жүргізушіге аз ақша төлеп жүрсің бе? Ол неге ондай ісін менің машинемде жасайды дейді. Және де осыдан кейін Пак ханым Джессикадан кеше түнде жүргізуші сізді үйіңізге дейін жеткізді ме, сізге ештеңе істемеді ме деп сұрайды. Ал Джессика болса, жоқ, маған ештеңе істемеді, мен бірақ үйіме дейін жетпедім, жарты жолдан түсіп қалдым деп айтады. Өстіп Пак ханымның жүргізушіден күмәнданып тұрғанын сезген Джессика өзінің таныс бір жүргізушісі бар екенін айтады. Егде жастағы өзінің шетелге кетіп қалған ағайының бұрынғы жүргізушісі қазір жұмыссыз екенін айтқан кезде, осы Пак ханым оны ұнатып, ендеше оны менімен таныстыршы деп сұрайды. Таныс жүргізуші деп тұрғаны өзінің әкесі Китек болатын. Әкесі келесі күні автосалонға барып, Мерседес машинасының қыр-сырын үйреніп, келесі күні
Пак мырзаға келіп өзінің машина айдауын көрсетеді. Ал Пак мырзаға әкесінің машина айдағаны ұнап, тіпті әкесі бұндай машинаның талайын айдағанын өтірігін қосып, оның сеніміне кіріп жұмысқа тұрып алады. Ким отбасының ендігі алға қойған мақсаты аналарында жұмысқа тұрғызу болатын. Ол үшін көптен бері жұмыс жасап жүрген үй қызметшісі Монгванды жұмыстан шығару керек. Бір күні Кибу сабақ беру барысында Даядан үй қызметшісінің шабдалыға аллергиясы бар екенін естіп, бұл мүмкіндікті жіберіп алмау үшін әпкесі Киджун екеуі шабдалының сыртындағы ұнтағын білдіртпей үй қызметшісінің желкесіне сүйіп кетеді. Осы сәтте үй қызметшісінің аллергиясы қосып, ол ауруханаға емделуге келеді. Ал әкесі Кетек өтірік сәйкес суретке түсіріп алған болып, оны суретке түсіріп алып, Пак ханымға көрсетеді де өзінің қызметшісінің ауруханада отқан және де телефонмен сөйлесу барысында оның өте жұқпалы аурумен, туберкулезбен ауырғанын естіп қалдым деп айтады. Бұны естіген Пак ханым қорқып, оны қалайда жұмыстан шығарамын деп шешеді. Сөйтіп үйге келген кезде қызметшісінің қатты жөтеліп жатқанын көреді. Үй қызметшісінің басқа бөлмеге кеткенін пайдаланып Кетек оның жөтеліп қоқысқа тастаған орамалына қызыл бояуды жағып Пак ханымға көрсетеді. Ал бұны көрген Пак ханым шошып, бірақ та үй қызметшісіне оның ауырғандығын айтпай, жай ғана басқа сылтауларды алға тартып, оны жұмыстан босатып жібереді. Үй қызметшісін жұмыстан қуғаннан кейін үйдегі барлық шаруалармен Пак ханымның өзіне айналысуға тура келеді. Өзінің әйелінің үй шаруасын айналысуға ебі жоқ екенін айтып отқан Пак мырзаға Кетек білікті мамандарды жұмысқа алуға болатын компанияның визиткасын ұсынады. Сөйтіп Пак ханым ол компанияға хабарласқан кезде әрине бұл жалған компания болғасын, оны Киджун алып, өздеріне керемет білікті маманды жұмысқа жіберетінін айтады. Сөйтіп осындай қулық жолмен анасы Чонсокты да жұмысқа орналастырады. Сөйтіп Ким отбасы қулықтарын асырып, барлығы бай отбасының үйіне кіріп алады. Өздері бір-бірін танымайтын сыңай танытып, жұмыстарын жасап жүре береді. Бір күні кіші балдары Дасонг олардың барлығының үстінен бірдей жағымсыз иіс шығатынын айтады. Өйткені олар барлығы киімдерін бір ұнтақпен жуатын және де жертөленің иісі сіңіп қалған болатын. Бірақ та баланың бұл сөзіне ата-анасы мән бермей, қой балам ұят болады дей салады. Бір күні бай отбасы ұлдары Дасонгтың туған күніне орай қала сыртына бірнеше күнге қыдырып кетіп қалады. Осы кезде үй Ким отбасының иелігінде қалады. Олар үйде өздері рахаттанып, ойларына келгендерін жасап жүреді. Кешке қарай үстел басында отбасымен барлығы қымбат вискиді ішіп, рахаттанып, осындай біздің де үйіміз болса деп армандап отырған кезде есік қағылады. Есікті барып қараса, бұрынғы үй қызметшісі Монгван екен. Ол Чонсокқа есікті ашса өтінем, жертөледе менің бір-екі заттарым қалып қойды, соны аламда шығам дейді. Бірақ та жертөледен шығып болмаған соң, Чонсок сезіктеніп оның артынан барған еді. Ол жертөледе қабырғада тұрған сөрені итере алмай ілініп тұрады. Оны көрген Чонсок оған өзі көмектеседі. Сөйтіп сөрені ысырған кезде оның артында жасырын түрде тағы бір бункерге апаратын есік бар екен. Бұл бұрынғы үй иелерінен қалған бункер екен. Оны тіпті қазіргі үй иелері де білмейтін көрінеді. Бұрынғы үй қызметшісі Монгван бұл бункерде өзінің аса қауіпті қылмыскер күйеуін 4 жылдан астам уақыт бойы жасырған екен. Күнде үй иелері ұйықтағаннан кейін тамаққа келіп тамақтандырып тұрады екен. Ал Чонсок бұны білгеннен кейін мен полицияға хабарласамын деген кезде Монгван оған жалынып, өтінем ешкімге айтпашы, біз әріптестеріміз ғой. Мен саған ай сайын осындай ақша беріп тұрамын, ал сен 2 күн ең құрғанда бір жетті дегенде менің күйеуіме тамаққа келіп тұршы. Менің күйеуім осы жертөледе бункерде өмір сүре берсін деп жалынады. Осы әңгімені тыңдап тұрған Чонсоктың отбасы аяқ астынан аяқтары шалынып кетіп, бір-бірінің үстіне құлай бастайды. Осы кезде құлаған кезде, ой әке деп бір-бірінің аттарын айтып қояды. Ал бұны көрген Монгван болса, дереу арада телефонын алып, бейнежазбаға бұларды түсіріп алады. Жаңа ғана Чонсокқа жалынып тұрған Монгван енді бейнежазбаны көрсетіп, мен Пак ханымға сендердің алаяқтар екендеріңді жеткіземін деп, оларды бопсалап қорқыта бастайды. Ескі үй қызметшісі барлық бақылауды өз қолына алып, Ким отбасын тыпырлатпайды. Және де бұрын үй иелері үйден кетіп қалған кезде күйеуі екеуі осы үйде керемет уақыт өткізгендерін айтып отырады. Осы сәтте Чонсок орнынан тұрып, оған қарай тарпа басталады да, қолынан ұшып кеткен телефонды ұлы Кибум алып, бейнежазбаны өшіріп үлгереді. Барлығы алысып жатқан кезде үйге қоңырау шалынады. Барып тұтқаны Чонсок көтереді.
ал бұл үй иелері екен. Қатты жаңбырдың әсерінен олар үйге қарай қайтып келе жатқандығын және де кешкі ас дайындап қоюын өтінеді. Чонсук тез арада жанталасып кешкі ас дайындауға кіріседі. Ал отбасы болса жан-жақты жинап, әлгі екеуін қайтадан жертөлеге тығады. Жертөледен қашып келе жатқан бұрынғы үй қызметшісін Чонсук аяғымен теуіп itер жібереді да, ол төменге қарай құлап, басынан қатты жарақат алады. Ал күйеуі болса жарықты сөндіріп қосып, азбука морзе арқылы өзінен хабар бермекші болады, бірақ та оны ешкім де байқамайды. Ал кетек болса, бұны тыныш отыр деп, оның күйеуін қайтадан байлап қояды. Ким отбасы бұл үйден қашып құтылу үшін үй иелерінің жатуын күтеді. Сөйтіп кешке қарай барлығы жаттау деген кезде олар шығып, үйден қашып кетпекші болған кезде, балалары Дасонг жоғарыдан жүгіріп шығып, далаға шығып кетеді. Осы сәтте олар қонақ бөлмедегі үстел астына тығылып қалады. Дасонг далаға шатыр құрып, сол шатырда жатпақшы екен. Ата-анасы баласын бақылап отыру үшін осы қонақ бөлмеде түнейміз деп шешеді. Сөйтіп, үй иелері түн ортасында ұйықтап қалғаннан кейін, олар жайлап жылжып, үйден шығып қашып кетеді. Барлығы далада үйіне шығып қашып келе жатқан кезде, қатты жаңбырдың әсерінен өзінің жертөледегі үйлерін су басып кеткен екен. Сөйтіп, олар барлық адамдармен бірге спорт залда қонатын болып шешеді. Кибу болған мәселелердің шешімін табуға тырысып, сәттілік әкелетін тасын құшақтап жатып ұйықтайды. Ал бұл уақытта жертөледегі басынан қатты зақым алған үй қызметшісі қайтыс болған болатын. Ал оның күйеуі болса азбука морзе арқылы өзінің көмек сұрамақшы болады, бірақ та бұны ешкімді аңғармайды. Үй иесінің ұлы кішкентай Дасонгтан басқа. Ертесіне таңертең Пак ханым Дасонгтың туған күніне орай аулада үлкен кеш жасамақшы болады. Сөйтіп, зат сатып алып жүрген кезде қасында кетек көмектесіп жүреді. Ал Чонсук болса ауланы безендіріп жүреді. Ал Пак ханым болса Джессикаға хабарласып, Дасонгтың туған күніне қонаққа келуге шақырады. Ал Пак мырза мен кетек болса, ұлы Дасонгтың туған күніне тосын сый жасамасқа индеецтердің киімдерін киіп дайындалып отырады. Ал Кибун болса, ол да қонаққа келген болатын. Ол жертөледегі жағдайды бақылап келмекке төменге түскен кезде, үй қызметшісінің күйеуі оны қақпанға түсіріп ұстап алады да, қолындағы тасымен басынан қатты жарақат береді. Сөйтіп, әлгі жертөледегі кісі үйден шығып, қолына пышақ алып, қонақтардың арасына келеді де, Ким отбасынан кек алмақшы болып, Джессиканың кеуде тұсына пышақ қадайды. Мұны көрген кішкентай Дасонг есінен там құлап қалады. Қонақтардың барлығы қорыққаннан жан-жаққа қаша бастайды. Ал Дая болса басынан қатты жарақат алған ұстазын арқасына салып көмек сұрап жүреді. Ал қызына көмектеспекші болған кетек оның жанына барады. Анасы Чонсук болса қызын жарақаттанған кісіге қолына үлкен темірді әкеліп, оған тығып алады. Қызының жанында алаңдап отқан кетекке Пак мырза басқаларға мән бермей, бірінші кезекте өзінің баласын жанын аман алып қалу үшін ауруханаға апару керектігін айтып, көліктің кілтін сұрайды да, әдетінше кетектің жертөленің иісі сіңген иісін жақтырмаған сыңай танытып, мұрнын басады. Ал мұны көрген кетек осы кезде ашуланып кетіп, қолына пышақ алып, Пак мырзаға қарай жүгіреді. Осы жағдайлардан кейін арада бір ай өткеннен кейін Кибуның ауруханадан есін жиып жатқанын және де одан полиция қызметкерлерін жауап алып жатқанын көреміз. Есін жиғаннан кейін Кибу өзінің әпкесі Киджоның қайтыс болғанын және де кісі өлтірген іздеуде жүрген әкесінің жоғалып кеткендігін біледі. Өздері анасы екеуі сотта шартты түрде босап шығады. Кибу жаңалықтардан қылмыс орнаған үйден Пак отбасының көшіп кеткенін біледі. Арада бірнеше уақыт өткеннен кейін Кибу сол үйдің жанына барып бақылап тұрса, ол үйге жаңадан үй иелерінің көшіп келгендігін байқайды және де дәліздегі жарықтың сөніп жанып тұрғанын біледі. Бұл әкесінің ұлына қалдырған хабарламасы еді. Әкесі Пак мырзаны өлтіргеннен кейін осы жертөлеге тығылып қалғандығын, әлі де сол жертөледе өмір сүріп жатқандығын баласына айтады. Бұны білген баласы үйіне жүгіріп барып әкесіне хат жазады. Қалайда мен бай болып, сол үйді сатып алам, сол кезде сен алаңсыз жертөледен шығасың деп өзін қиялын ойлап отырады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де комментарияға міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі жаңа видеода кездескенше қош сау болыңыздар.